Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырып жүйке жүйесі туралы барлық ақпаратты талдайтын боламыз. Жалпы жүйке жүйесі дегеніміз не? Бұл дененің сыртқы ортаға бейімделуін және дененің бір тұтас қалпында оның әсерінің іске асуын қамтамасыз етеді. Жұлын дегеніміз омыртқа өзегінде орналасады. Ұзындығы 40-45 см, ал салмағы 35-38 грамм болып келеді. Жұлын ми сұйықтығы, яғни спинномозговая жидкость деп те атаймыз, мидың тамыр торларында 600 литр жұлын сұйықтығы пайда болады. Жүйке жүйесінің құрылыс бірлігі нейрон деп аталады. Яғни нейрондар бұл жүйкенің кіші өлшем бірлігі болып табылады. Пішіні әртүрлі болады. Өсінділері ұзын, қысқа болып бөлінеді. Өсінділерді аксон, қысқа өсінділерді дендрит деп атаймыз. Және нейрондардың денесі болады. Яғни фотода көрсетілгендей. Жалпы 14 миллиард адамда нейрон бар екен. Теріде көп, және олар ыстықты, суықты сезеді. Яғни бұл нерв талшықтары десек болады. Жалпы жүйке жүйесі екіге бөлінеді. Орталық және шеткергі болып. Орталыққа бізде бас ми және жұлын жатса, шеткергіге бас ми және жүйкенің тармақтары жатады. Жалпы орталық жүйке жүйесінің анатомиялық құрылысына келсек, яғни бұл кезде біз бас ми мен жұлынды талдайтын боламыз. Бұл жерде бізде ақ зат және сұр зат деген дүниелер болады. Жұлында сұр заттар ақ заттың ортасында болады. Бас мида сұр заттар ақ затты қаптап тұрады. Жалпы сұр зат дегеніміз не? Бұл тек жүйке жасушаларынан құралған жүйке денесі болып табылады. Жалпы оның айналасында ірі нейрондар бар. Оның жұлыннан шығатын нейриттерінен алдыңғы түбір пайда болады. Жүйке жүйесі екі топқа бөлінеді. Соматикалық және де вегетативтік болып. Соматикалық жүйке жүйесі дегеніміз дененің сыртқы ортамен байланыстырады. Яғни сезім, қимыл қамтамасыз етеді. Ал вегетативті жүйке жүйесі дегеніміз ол ішкі мүшелерді бірыңғай салалы бұлшық еттерді жүйкелендіреді. Рефлекс деген дүниені білмес бұрын ең алдымен жұлындың 3 қабығын біліп алайық. Жалпы жұлынды 3 қабық жауып тұрады. Сыртқы қатты қабық деп атаймыз, сыртын қатты қабық, ал ішкі қабатын жұмсақ қабық және ортасындағын торлы қабық деп атаймыз. Жалпы бұл суретте орысша толық жұлын қандай неден тұратыны толығымен көрсетілген, оқып шықсаңыздар болады. Жүйке жүйесінің негізгі қызметі рефлекс болып саналады. Яғни рефлекс дегеніміз орталық жүйке жүйесі қатысуымен дененің тітіркендірістеріне жауап беру әсері. Рефлекстік доғаның 5 бөлімі бар. Біріншісі рецепторлар, яғни қабылдаушы нейрондар болып табылады. Ал екінші афференттер, яғни жеткізу қызметін атқарады орталық жүйке жүйесіне. Үшінші орталық жүйке жүйесі бас ми болып табылады. Төртінші эфферент, жауап беруші. Соңғы 5-ші бөлім эффектор немесе жұмыс атқарушы мүше болып табылады. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.